жаңа менің нем өте аз, бірлігім қазір бітіп, зарядым қазір бітіп қалады. Енді мен облыстық әкімдіктемін. Кім мынаны көреді, заряд пауэрбанк алып келсеңіздер, менікі Redmi деген телефон. Әйтеуір жаңа Байхановтың орынбасары Хасар деген алдап соқты. Жаны ұшырып айтты маған, барыңыз, үйіңізге барыңыз, сізді қазір қосып береді деді. Актқа қол қойыңыз керек деді. Қайдағы бардым, тостым. Мінекей 1 сағат өткен шығар, 1,5 сағат па қалай мен тікелей эфирға шықтым. Өтірік алдады, түкірген олар халыққа. Енді бүкіл Екібастұзға түкіріп, қыс бойы обалға қалып әйтеуір адамдарды мұздатса, Бейсенбай тегіне неге түкірмейді? Мінекей Хасар Хабылбеков, естуімше Мәңгүрт, қазақ тілін білмейтін, Байханов, енді жаңа айттым ғой, Клебановтар қазірді мінекей миллиардтаған долларға не болып отыр. Енді халыққа, мен енді осыдан кетпеймін, осы әкімдіктен. Мені күш қолданып лақтырып тастаса, өздері біледі. Бірақ та маған мына бір электроэнергияны қосып бермегенше, мен осы жерден кетпеймін облыстық әкімдіктен. Мен қазір облыстық әкімдікте тұрмын, Павлодар қаласының облыстық әкімдігінде. Байханов бізде облыс әкімі, жаңа мені өтірік алдап, зейнеткерді алдап соққан, жаңа Хасар, бар үйіңізге бара беріңіз. Сізге қазір қосып береді деген, мінекей. Ешкім ештеңені қосқан жоқ, қосу ойында да жоқ. Мінекей. Тоқаев енді сіздің неңізбен бе, президент мырза, рұқсатыңызбен бе, осылай қарапайым халыққа шексіз басынушылық. Мінекей немене болып жатыр бізде. Кереку қаласында бізде немене болып жатыр. Сол әзірге шыға тұрам. Мен зарядым өте аз. Сол немене болады көреміз.